Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы аралас сандарды қосу және азайту. Математикалық жұмбақтарды бірге шешейік. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары: натурал саннан жай бөлшекті азайтуды орындау, аралас сандарды қосу және азайтуды орындау. Аралас сандарды қосу немесе азайтуға дайындық. Негізгі бөлімдерді қайталау викторинасы болсын. Аралас сан дегеніміз не? Бүтін сан мен бөлшектің қосындысы. Әрине, иә. Келесі. Бұрыс бөлшек дегеніміз не? Бұрыс бөлшекте алымы бөлімінен үлкен немесе тең бөлшек. Дұрыс. Алға қарай жылжайық. Бұрыс бөлшекті аралас санға айналдырыңыз. Айналдырсақ 5-тен 17-ні ол кезде 17-ні 5-ке бөлеміз. 3/5-тен 2. Солай ғой, дұрыс. Келесі. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырыңыз. Бұрыс бөлшекке айналдыру үшін 2-ке 4-ті көбейтеміз. 8, 3-ке қосамыз. 11. Жауабымыз 4-тен 11. Дұрыс. Келесі сұраққа өтейік. Ең кіші ортақ еселік дегеніміз не? Ол бізде 2 санның ең кіші ортақ еселігі. Дұрыс. Келесі сұрақ. 3 және 4 сандарының ең кіші ортақ еселігі нешеге тең деп ойлайсыңдар? Ол бізде 12-ге тең. Дұрыс. Ең үлкен ортақ бөлгіш дегеніміз не? Ол бізде 2 санның ең үлкен ортақ бөлгіші. Дұрыс қой, әрине дұрыс. Кеттік. Келесі. Бөлшекті қысқартыңыз. 18-ден 12. Екеуінің де бөлінетін санды іздейміз. Ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. Ол бізде 18 6-ға да бөлінеді, 12 6-ға бөлінеді. 18-ді 6-ға бөлеміз 3, ал 12-ні 6-ға бөлеміз 2. Демек жауабымыз 3-тен 2 болады. Келесі. 6 және 9 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші нешеге тең? Ең үлкен ортақ бөлгіші бізде 3-ке тең. Дұрыс. Келесі сұраққа өтейік. Бөлшектерді ортақ бөлімге келтіріңіз. 3 және 4 ең кіші ортақ еселігі екеуінде 12. 12-ні 3-ке бөлеміз 4-тен, 12-ні 4-ке бөлеміз 3-тен түйеді. Жауабымыз 12-ден 4 және 12-ден 3. Алға. Бөлшектерді салыстыру үшін не істеу керек? Бірінші, ең алдымен ортақ бөлімге келтіру керек. Дұрыс жауап. Келесі. Қай бөлшек бірден үлкен? Бірден үлкен болу үшін оның алымы бөлімнен үлкен болу керек. Ол бізде 5-тен 7. Дұрыс. Келесі сұраққа өтейік. Бөлшектерді салыстырыңыз. 3-тен 2 және 4-тен 3. Не істейміз? Біз бөліміне қараймыз. Ол салыстырамыз екеуін. Бізде болады 4-тен 3 үлкен болады бұл жерде. Әрине ол дұрыс жауап. Келесі. Аралас санның бүтін бөлігі мен бөлшек бөлігін анықтаңыз. 5/7-тен 2. Бұл жерде бүтін бөлігі 5, бөлшек бөлігі 7-тен 2. Дұрыс. Келесі сұраққа өтейік. Аралас сандарды қосу үшін алдымен не істеу керек? Аралас сандарды қосу үшін бөлшек бөліктерін ортақ бөлімге келтіру керекпіз. Дұрыс жауап. Аяқтайық. Біз 15-тен 15 жинадық. Керемет. Сіз аралас сандарға толық дайынсыз. Кеттік онда. Тақырыпты бастайық. Бірінші, ең оңайы. Бөлімдері бірдей сандарды қосу. Алтын ереже: бүтінді бүтінге, бөлшекті бөлшекке қосамыз. Бізде берілген есепте 1/5-тен 1 қосылған 2/5-тен 2-ге тең. Не істейміз бірінші? Бірінші бүтін бөліктерін қосып аламыз және бөлшек бөліктерін қосамыз. Ол бізде бүтін бөліктері неше? 1 және 2. 1-ге 2-ні қосамыз, ал бөлшек бөліктері 5-тен 1 қосылған 5-тен 2. Енді есептейміз. 1-ге 2-ні қосамыз. 3 қосылған бөлімдері бірдей өзі қалады, алымдарын қосамыз. Жауабымыз 3 қосылған 5-тен 3. Ол дегеніміз 3/5-тен 3-ке тең. Жауабымыз 3/5-тен 3. Кеттік. Енді толық жолды білу сенімділік, ал қысқа жолды қолдану бұл тиімділік. Енді қысқа жолмен есептейік. Бүтін бөліктерін қосамыз. Ол бізде 3, бөлімі бірдей өзі қалады, алымдарын қосамыз. Жауабымыз 1-ден шығады. 3/5-тен 3. Түсінікті ғой, оқушылар? Келесі.
Бөлімдері бірдей сандарды азайту. Не істейміз? Бұл жердегі алтын ереже бүтіннен бүтінді, бөлшектен бөлшекті азайтамыз. Бізде берілген 7 бүтін 6-дан 5 азайтылған 3 бүтін 6-дан 4. Не істейміз? Бірінші бүтін бөліктерін азайтамыз, бөлшек бөліктерін азайтамыз, е? Біріншіде 7-ден 3-ті азайтамыз, қосылған 6-дан 5 азайтылған 6-дан 4. Ол дегеніміз 7-ден 3-ті азайтамыз 4, қосу бөлімдері бірдей өзі қалады, алымдарын азайтамыз. Ол дегеніміз 4 қосылған 6-дан 1, ол 4 бүтін 6-дан 1-ге тең болады, е? Жауабымыз 4 бүтін 6-дан 1. Енді қысқаша жолмен есептейік. Не істейміз? Бүтін бөліктерін азайтамыз. Және бөлімдері бірдей өзі қалады, алымдарын азайтамыз. Ол дегеніміз 4, бөлімі бірдей өзі қалады, 4 бүтін 6, 5-тен 4 азайтамыз. Жауабымыз 4 бүтін 6-дан 1. Бұл бізде қысқа жолы, е? Енді аралас сандарды қосу және азайту. Жауапты қалай жазу керек? Бұл жерде былай істейміз. Аралас сан болса бүтін бөлігін және бөлшекті толтырамыз. Мысалы 3 бүтін және 5-тен 2 деп, е? Тек бүтін сан болса, онда бүтін бөлігін ғана толтырайық. Бөлшек бөлігін бос қалдырыңыз. Тек бөлшек болса, бүтін бөлігін бос қалдырып, тек бөлшектерді толтырамыз. Ал егер 0 болса, бүтін бөлігіне 0 жазып, бөлшек бөлігін бос қалдырамыз. Кеттік. Бірінші есеп 1 бүтін 4-тен 2 қосылған 3 бүтін 4-тен 1. Жауабымыз бүтін бөліктерін қосамыз, 1-ге 3-ті қосамыз. Ол болады 4, бөлімдері бірдей өзі қалады. Алымдарын қосамыз, 2-ге 1-ді қосамыз, жауабымыз 3. Тексеріп көрейік, дұрыс, келесі есепке өтейік. 1 бүтін 4-тен 2 қосылған 3 бүтін 4-тен 1. Не істейміз? Бүтін бөліктерін қосамыз, 1-ге 3-ті қосамыз. Ол бізде 4, бөлімдері бірдей өзі қалады. Алымдары 2-ге 1-ді қосамыз, ол бізде 3. Тексеріп көрейік, әрине дұрыс, келесі есепке өтейік. 2 бүтін 6-дан 2 қосылған 1 бүтін 6-дан 1. Бүтін бөліктерін қосамыз, 2-ге 1-ді қосамыз, ол бізде 3. Бөлімдері бірдей өзі қалады. Алымдары 2-ге 1-ді қосамыз, ол бізде 3. Енді не істейміз? Бұл жерде біз қысқартамыз. 6-дан 3, екеуін де 3-ке бөлеміз, 6-ны 3-ке бөлеміз 2, е? Ал 3-ті 3-ке бөлеміз, жауабымыз 1. Сонда біздің жалпы жауабымыз 3 бүтін 2-ден 1 болу керек. Тексеріп көрейік, әрине дұрыс. Келесі есепке өтейік. 5 бүтін 7-ден 5 азайтылған 1 бүтін 7-ден 2. Не істейміз? Бүтін бөліктерін азайтамыз. 5-тен 1-ді азайтамыз. Ол бізде 4. Бөлімдері бірдей өзі қалады 7. Алымдарын азайтамыз. 5-тен 2-ні азайтамыз. Ол бізде 3-ке тең. Тексеріп көрейік. Жауабымыз 4 бүтін 7-ден 3 болу керек. Дұрыс. Келесі есепке өтейік. Болды. 2 бүтін 5-тен 3 азайтылған 1 бүтін 5-тен 2. Не істейміз? Бүтін бөліктерін азайтамыз. 2-ден 1-ді азайтамыз. Ол бізде 1. Бөлімдері бірдей өзі қалады 5. Алымдары 3-тен 2-ні азайтамыз. 1. Тексеріп көрейік, жауабымыз 1 бүтін 5-тен 1 болу керек. Дұрыс. Келесі есепке өтейік. Барлық есептерді біз осымен аяқтаймыз. Осы есепті шығарайық. 4 бүтін 6-дан 5 азайтылған 2 бүтін 6-дан 3. Не істейміз? Бүтін бөліктерін азайтамыз. 4-тен 2-ні азайтамыз. 2. Бөлімдері бірдей өзі қалады 6. Алымдарын азайтамыз. 5-тен 3-ті азайтамыз. Ол бізде 2. Енді не істейміз? 6 және 2 ол бізде 2-ге қысқарады. 6-ны 2-ге қысқартсақ, ол 3 болады. 2-ні 2-ге қысқартсақ, 1. Жауабымыз 2 бүтін 3-тен 1 болу керек. Дұрыс. Енді келесі екінші тақырыпқа өтейік. Кішкене қиындатайық. Бөлімдері әртүрлі сандар. Не істейміз? Бұл жердегі алтын ереже бүтінді бүтінге, бөлшекті бөлшекке қосамыз. Бізде берілген 4 бүтін 6-дан 5 қосылған 2 бүтін 8-ден 3. Не істейміз? Шешімі? Бұл жерде бөлімдері әртүрлі. 6 және 8. Ең кіші ортақ бөлімді табу. 6 мен 8-дің ортақ бөлімі ол бізде 24, е? 24. 24-ті 6-ға бөлеміз 4-тен, 24-ті 8-ге бөлеміз 3-тен. Енді не істейміз? Бүтін бөліктерін қосамыз.
бүтін бөліп аралас сан түрінде жазып алайық алдымен. 4,24-тен 5 жердегі 4-іміз 20, қосылған 2,24-тен 3 жердегі 3-іміз 9. Енді бүтін бөліктерін қосамыз, 4-ке 2-ні қосамыз, бөлшек бөліктерін қосамыз, 24-ке 20, қосылған 24-тен 9. Бүтін бөліктері 6 болады, бөлімдері бірдей өзі қалады. Алымдарын қосамыз. 6,24-тен 20 қосылған 9. 6,24-тен 29. Бізде 24-тен 29 не болып қалды? Ол бізде бұрыс бөлшек екен. Оны аралас санға айналдырайық. 24-тен 29 дегеніміз ол 1,24-тен 5 кесең. Солай қоя, 1-ге 24-ті көбейтеміз. 24, 24-ке 5-ті қосамыз, 29. Сонда қайта 24-тен 29 шығады, я? Енді не істейміз? 6 бүтін, аралас санды жазып аламыз. 1,24-тен 5-ті. Қосайық енді. Бүтін бөліктерін қоса саламыз. Жауабымыз 7,24-тен 5 болады. Енді толық жолды білу сенімділік, қысқа жолды қолдану тиімділік. Енді қысқаша жолын есептейік. Ол үшін не істейміз? Ең кіші ортақ бөлімге келтіреміз. Ол 6 мен 8-дің ортақ бөлімі. Бізде жаңа айтқандай 24, я? Не істейміз? 24-ті 6-ға бөлеміз 4-те, 24-ті 8-ге бөлеміз 3-тен тиеді. Бұл жерде 4,24-тен 20 қосылған 2,24-тен 9. Енді не істеуге болады? Бүтін бөліктерін бірден қоса саламыз. 6 бөлімі бірдей өзі қалады, алымдарын қосамыз. 6,24-тен 29, жаңағыдай ол 24-тен 29 ол бұрыш бөлшек, аралас санға айналдырдық. Аралас сан түрінде қосып аламыз мұнда. Ол бізде 7,24-тен 5 кесең болады. Түсінікті ғой, оқушылар? Енді келесі есепті шығарайық. 6,8-ден 7 азайтылған 4,8-ден 4,3-тен 2. Ол дегеніміз 8 пен 3-тің ортақ бөлімі, ол бізде 24. 24-ті 8-ге бөлеміз 3-тен, 24-ті 3-ге бөлеміз 8-ден тиеді. Не істейміз? Жазып аламыз. 6,24-тен 7 жердегі 3-ім 21, азайтылған 4,24-тен 2 жердегі 8-ім 16. Бүтін бөліктерін азайтамыз, бөлшек бөліктерін азайтамыз. Жауабымыз 2 қосылған бөлімдері бірдей өзі қалды 24. Алымдарын 21-ден азайтамыз 16-на. Жауабымыз бұл жерде оңай, себебі 21 бізде 16-дан үлкен, азайтуға болады, я? Демек, жауабымыз 21-ден 16-ны азайтсақ 5, ол бізде жауабымыз болады 2,24-тен 5 кесең. Енді қысқаша есептейік, жаңағы есепті. 8 пен 3-тің ортақ бөлімі ол бізде 24. 24-ті жазып аламыз, 8-ге бөлеміз 3-тен, 24-ті 3-ге бөлеміз 8-ген тиеді. Не істейміз? Аралас сан түрінде 6,24-тен 21, азайтылған 4,24-тен 16. Бүтін бөліктерін азайтамыз. 6-тан 4-ті азайттық 2, бөлімдері бірдей өзі қалды, алымдарын азайттық. Бұл жерде жаңағыдай оңай болды. 21-ден біз 16-ны азайта аламыз. Жауабымыз 2,24-тен 5. Енді бөлімдері әртүрлі сандар қосу және азайту тапсырмалары. Кеттік, не істейміз? 3,4-тен 1 қосылған 1,6-дан 3. Бұл жерде не істейміз? Бүтін бөліктерін қосамыз, 3-ке 1-ді қосамыз. Жауабымыз 4. Бөлімдері әртүрлі ортақ бөлімге келтіреміз. Ол бізде 12 болады, я? Ең үлкен ортақ бөлім 12. 12-ні 4-ке бөлеміз 3-тен, 12-ні 6-ға бөлеміз 2-ден тиеді. 3 қосылған 6, жауабымыз 9, я? Енді 12 мен 9 қандай санға қысқарады? Екеуі де 3-ке қысқарады. 12-ні 3-ке бөлсек 4, 9-ды 3-ке бөлсек 3. Жауабымыз 4,4-тен 3 болу керек. Жауабымыз тексерейік. Дұрыс. Келесі тапсырмаға өтейік. 2,3-тен 2 азайтылған 1,7-тен 1. Не істейміз? Бүтін бөліктерін азайтамыз. 2-ден 1-ді азайтамыз. 1. Бөлімдері әртүрлі ортақ бөлімге келтіреміз. Ол бізде 21, я? 21. 21-ді 3-ке бөлеміз 7-ден, 21-ді 7-ге бөлеміз 3-тен тиеді. 7 жердегі 2 14, 14-тен 3-ті азайтсақ 11 болып керек.
Жауабымыз 1,21-ден 11 болу керек. Жауап тексеріп көрейік. Дұрыс. Келесі тапсырмаға өтейік. 3,4-тен 1 қосылған 1,5-тен 1. Не істейміз? Бүтін бөліктерін қосамыз. 3-ке 1-ді қосамыз. 4. Бөлімдері әртүрлі, ортақ бөлімі бізде 20 болады, иә? 20-ны 4-ке бөлеміз 5-тен. 20-ны 5-ке бөлеміз 4-тен теді. 5-ке 4-ті қоссақ 9. Жауабымыз 4,20-дан 9 болу керек. Жауап тексеріп көрейік. Әрине, дұрыс. Келесі тапсырма. 2,6-дан 4 азайтылған 1,3-тен 1. Не істейміз? Бүтін бөліктерін азайтайық. 2-ден 1-ді азайтамыз. Ол бізде 1. Екеуінің ең үлкен ортақ бөлгіші ол бізде 6. 6-ны 6-ға бөлеміз. 1-ден 6-ны 3-ке бөлеміз. 2-ден теді. 4-тен 2-ні азайтсақ 2 болады. Енді не істейміз? Біз жерде 6 және 2 екеуі де 2-ге қысқарады. 6-ны 2-ге бөлсек 3, 2-ні 2-ге бөлсек 1. Жауабымыз 1,3-тен 1 болу керек. Жауап тексеріп көрейік. Дұрыс. Барлық тапсырманы орындадық. Келесі. Ең қиын жағдай қарыз алу, азайту. Ол бірінші тәсілмен есептейік. 8,4-тен 1 азайтылған 3,9-дан 4. Не істейміз? Ең үлкен ортақ бөлгіші 4 пен 9-ыңқы ол 36, иә? 36-ны 4-ке бөлеміз 9-дан, 36-ны 9-ға бөлеміз 4-тен теді. Не істейміз? Жазайық. 8,36-дан 1-ге 9-ды көбейтсек 9, азайтылған 3,36-дан 4 жердегі 4-іміз 16. Мәссаған, бізде 9 ғана тілім бар, бірақ 16 тілім беруіміз керек. Не істейміз? Мұнда 9-дан біз 16-ны азайта алмаймыз ғой, иә? Не істейміз? Бірінші қарыз алу. Бірінші тәсіл бізде қарыз алу. Түсіндірме. Біз 8 бүтін пиццамыздың біреуін бұзып, тілімдерге айналдырамыз. 8,36-дан 9, 8-ден 1-ді аламыз. Бізде 7 қалады, иә? Алған 1-ді 36-дан 36 деп аламыз. Енді бөлшекті күшейтеміз. 36-дан 36 қосылған 45-тен 9. Ол бізде 36-дан 45 болады, иә? Мұнда 36 болу керек. Енді 7,36-дан 45 азайтылған 3,36-дан 16. Бүтін бөліктерін азайтамыз, бөлшек бөліктерін азайтамыз. Енді біз 45-тен 16-ны азайта аламыз, иә? Не істейміз? 7-тен 3-ті азайтамыз. 4, бөлімдері бірдей өзі қалады. Алымдар 45-тен 16-ны азайтсақ 29. Жауабымыз 4,36-дан 29 болады. Түсінікті ме, оқушылар? Толық жолды білу сенімділік, қысқа жолды қолдану бізде тиімділік. Енді қысқа жолмен есептейік. 4 пен 9-ның ортақ бөлімі жаңағы айтқандай 36 болды, иә? 36-ны 4-ке бөлдік 9-дан, 36-ны 9-ға бөлдік 4-тен тиді. 8,36-дан 9 азайтылған 3,36-дан 16. Жаңағыдай. Мәссаған, бізде 9 ғана тілім бар, бірақ 16 тілім беруіміз керек. Не істейміз? Қарыз алу. Жаңағыдай қарыз аламыз. Біз 8 бүтін пиццамыздың біреуін бұзып, тілімдерге айналдырамыз. 8,36-дан 9 дегеніміз 8-ден 1-ді аламыз, 7 қалады. Алынған 1-ді 36-дан 36 деп аламыз, иә? 36-ны 36-ға бөлсек 1 шығады, иә? Енді не істейміз? Енді бөлшекті күшейтеміз. 7,36, 36-ға 9 қосамыз, 45 болады. Енді мұнда соны жазамыз. 7,36-дан 45 азайтылған 3,36-дан 16. Бүтін бөліктерін азайттық 4, ортақ бөлім. Мұнда 36 болу керек. Мен қателесіп қойыппын. 45-тен 16-ны азайтамыз. 4,36-дан 29 болады. Дұрыс қой, иә? 45-тен 16-ны азайтсақ 29. Енді ең қиын жағдай бәрін бұрыс бөлшекке айналдыру. Әлемдік әдіс. Екінші тәсіл. Бізде жаңағы есеп 8,4-тен 1 азайтылған 3,9-дан 4. Бұны не істейміз? Бұрыс бөлшекке айналдырайық. Қарыз алу болса, осыны қолдансақ болады, иә? 8,4-тен 1 дегеніміз 8-ге 4-ті көбейтіп 1-ді қосамыз, бөлімі өз қалады, иә? Демек 4-тен 33 болады. Мұнда 3,9-дан 4.
3-ке 9-ды көбейтеміз, 4-ті қосамыз, бөлім өзі қалады, 9-дан 31 болады. Енді не істейміз? Бөлімнің өзі қалады, мұнда 33, мұнда 31 қалады. Енді ең үлкен ортақ бөлгіші мұнда 4 пен 9-дыңқы болу керек. 4 пен 9-дың ортақ бөлімі бізде 36 болады, 36-ны 4-ке бөлеміз 9-дан, 36-ны 9-ға бөлеміз 4-тен жетеді. 33-ке 9-ды көбейтсек 297, 31-ге 4-ті көбейтсек 124 болады. Енді не істейміз? Бөлімдері бірдей өсіп қалады, алымдарын азайтамыз. 36-дан 173. Бізде бұл бұрыс бөлшекті не істейміз? Араластанға айналдырамыз. 173-ті 36-ға бөлеміз. 4-тен береміз, 144, азайтамыз, 29 қалдық қалады. Жауабымыз мұнда бұл бүтін бөлігі 4, бөлімі 36, алымы 29 болады. Жауабымыз 4 бүтін 36-дан 29. Аралас сандарды қарыз алумен азайту. Қарыз алу арқылы аралас сандарды азайтуға есептен шығарайық. 7,5-тен 1. Осы есептердің жауаптарын сендер пікірге қалдырсаңдар екен, комментарияға. Келесі. Натурал саннан азайту. Бізде 9 бүтін азайтылған 6 бүтін 10-нан 3, 9-дан азайтамыз 6 бүтін 10-нан 3-ті. Не істейміз? Мәселе 9-дың бөлшегі, бөлшек бөлік жоқ, шешімі 9-дан қарыз аламыз. Ол дегеніміз 9 деген 8 қосу 1, ал 1-ді біз 10 бөлі 10 деп жаза аламыз ғой, демек бізде 8 бүтін 10-нан 1 деп жазу, 10-нан 10 деп жазуға болады. Онда соны 9-ның орнына жазамыз. 8 бүтін 10-нан 10 азайтылған 6 бүтін 10-нан 3. Не істейміз? Бүтін бөліктен азайтамыз. 8-ден 6-ны азайтамыз 2, бөлімдері бірдей өсіп қалады, алымдарын азайтамыз. Жауабымыз 2 бүтін 10-нан 7. Сандарды сәйкестендіру ойыны. Енді мұнда есептерді сәйкестендірейік. 10 қосылған 3 бүтін 9-дан 5. Ол дегеніміз 13 бүтін 9-дан 5 болу керек. Сәйкестенді. Енді 8, бүтін бөлігі 8, 8-ге 5-ті қосамыз. 13 бүтін 7-3 болу керек, дұрыс. Келесі 7 азайтылған 3 бүтін 7-4. Не істейміз? 7-ні біз 6 бүтін 7-7 деп жазуға болады ғой, сонда 6-тан 3-ті азайтамыз 3, бөлімдері бірдей өзі қалады, алымдар 7-тен 4-ті азайтамыз 3 болады. Жауабымыз 3 бүтін 7-3 болу керек. Тексеріп көрейік, дұрыс. Енді 12 азайтылған 3 бүтін 7-тен 6. Не істейміз? 12-ні біз 11 бүтін 7-тен 7 деп жазамыз. 11-ден 3-ті азайтамыз 8, бөлімдері бірдей өзі қалады. 7-тен 6-ны азайтамыз 1. Жауабымыз 8 бүтін 7-тен 1. Дұрыс. Енді есте сақтаңыз. Бөлімдері бірдей ме? Бүтінді бүтінмен, бөлшекті бөлшекпен есептейміз. Бөлімдері әртүрлі ме? Алдымен ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. Азайтуда бөлшек жетпей ме? Онда бірінші тәсіл қарыз ал, немесе екінші тәсіл бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, мені қолдап кетсеңіздер. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.